Армысыздар, бармысыздар, құрметті достар. Бұл кішкентай ғана бейне жазбада біз экономика туралы түсінікті қалыптастыруға тырысамыз. Экономика сөзінің ең алғаш тарихына келейік. Ең алғаш экономика сөзі Аристотель мырзаның еңбектерінде кездеседі дейді. Және де экономика сөзі гректің екі сөзінің кірігуінен қалыптасқан дейді. Ол сөздер ойкос, яғни үй, шаруашылық деген мағынаны берсе, ал номика ол номос деген сөз шыққан, ол заң деген мағына береді. Әр адам әртүрлі айтады. Біреулер айтады шаруашылықты жүргізуге қажетті заң дейді. Біреулер айтады үйге қажетті заң дейді. Әркім өзінің керемет фантазиясына сәйкестендіріп айтып жатады. Енді экономика ол 16-17 ғасырларда капиталистік қатынастар қалыптаса бастаған уақытта өндірістер дамып, темір жолдар салынып, феодалдар өзінің жұмысшыларын босатып, үлкен фабрикалар қалыптасып жатқан кезде экономикаға үлкен қажеттілік туындады. Енді экономика ғылымы қалай пайда болды? Оған біз қарапайым ғана түсінікті айту арқылы жауап береміз. Ол түсінік қарама-қарсылықтан пайда болды. Қандай қарама-қарсылық? Біріншісі, адамдардың қажеттілігі шексіз, ал екіншісі, сол қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қолданылатын ресурстар шектеулі. Үлкен өкінішке орай. Мысалға алайық, адамдардың қажеттілігінде әрдайым бар мұнай, көмір, отын айтпай-ақ қойген. Көмір, мұнай, тағысын тағы тау жыныстары барлығы шектеулі. Бірақ адамдардың оғаларға деген қажеттілігі үнемі әрдайым болып тұрады. Осы кезде ең алғаш былай қарапайым ғана түсінікті алайық, экономика дегеніміз сонда адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қолданылатын шектеулі ресурстарды барынша тиімді пайдалануды зерттейді екен. Енді мысал келтірейік. Бүкіл экономиканың тірегі ол өндірістік тауар болып есептеледі. Ауыл шаруашылығы тауары болсын, жалпы өнім, тауар. Осы тауарды өндіруге қажетті, егер тауар болмаса, ешқандай сауда-саттық болмайды. Тауар болмаса, ешқандай айырбас болмайды. Тауар болмаса, ешқандай да экономикалық үдерістер орын алмайды. Енді осы тауарды өндіруге қажетті ресурстар бар. Ол біріншісі шикізаттар. Бағанағы күріш болсын, көмір болсын, мұнай болсын, мысалы мұнайдан бензин шығарады сияқты. Ол тау жыныстары ресурстар, табиғат ресурстары, және де сол ресурстарды өңдейтін, өзгертетін ол станоктар, машиналар, құрылғылар, бұлар өндіріс ресурстары. Одан кейін осы өндіріс ресурстарымен жұмыс жасайтын ол еңбек ресурстары, яғни адамдар. Яғни осы тау жыныстары болсын, өндірісте қолданатын құрылғылар, қондырғылар болсын, бұл ресурстар болсын, адами еңбек ресурстары болсын, осылардың барлығы шектеулі. Енді кез келген бизнесменде тауарды өндіретін адамда сұрақ туындайды. Ол қандай? Мынау шектеулі ресурстарды барынша тиімді, минималды түрде пайдалану арқылы тауарды барынша көп өндіріп, барынша тауардан көп пайда табу есептелінеді. Яғни осы дегеніміз экономиканың негізгі зерттейтін тақырыптарының бірі есептелінеді. Енді қарапайым ғана анықтама келтіреміз. Жеке тұлғалардың, кәсіпорындардың, үкіметтің, жалпы қоғамдық ұйымдардың ресурстары шектеулі болған жағдайында таңдау жасау үдерісі экономиканың айналысатын негізгі ісі болып табылады. Экономикалық теория адамның шектеусіз қажеттіліктерін қанағаттандырудағы қоғам өндірісінің сирек, шектелген ресурстарын тиімді, оңтайлы бөлуді, айырбастауды және тұтынуды зерттейтін ғылым болып есептелінеді. Егер сіз бұл тақырып сізді қызықтырса, тереңірек ғаламтордан тауып ала аласыздар. Және де осы кішкентай ғана дәрістің электронды нұсқасын әрі презентациясын қоғамдық желіден таба аласыздар. Сіздерге үлкен рахмет, сау болыңыздар.